Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Бүгінгі сабақта сіздер кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өзара орналасуын білетін боласыздар. Әуелі жазықтықтағы түзулердің өзара орналасуын еске түсірейікші. Берілген түзулердің айырмашылығы неде? Бірінші суретте сіздер түзулердің ортақ нүктесі жоқ екенін көріп тұрсыздар. Яғни мұндай түзулер параллель түзулер деп аталады. Екінші суретте түзулердің ортақ O нүктесі бар. Мұндай түзулер қиылысатын түзулер деп аталады. Кеңістіктегі түзулердің өзара орналасуының үш жағдайы бар. Бірінші жағдай. Альфа жазықтығына тиесілі А және В түзулері А нүктесінде қиылысады. Мұндай түзулерді қиылысатын түзулер деп атайды. Қиылысқан екі түзу арқылы бір ғана жазықтық жүргізуге болады. Екінші жағдай. Бір жазықтықта жатпайтын екі түзуді қарастырайық. А түзуі толықтай альфа жазықтығына тиісті, ал В түзуі альфа жазықтығын бір нүктеде қияды, және сол нүкте А түзуінде жатпайды. Біздің суретімізде ол М нүктесі. Бір жазықтықта жатпайтын осындай екі түзулерді айқас түзулер деп атайды. Үшінші жағдай. Бір жазықтықта жататын және өзара қиылыспайтын екі түзу параллель түзулер деп аталады. Кеңістіктегі параллель түзулердің мынадай қасиеттері бар. Бірінші қасиет. Берілген түзуге параллель екі түзу өзара параллель болады. Екінші қасиеті. Бір түзумен шектелетін екі жарты жазықтықтан жасалған фигураны екі жақты бұрыш деп аталатын сіздер 10-шы сыныптан білесіздер. Альфа және бета жарты жазықтықтары бұрыштың жақтары деп, ал оларды шектейтін А түзуі қыры деп аталады. Осы екі жақты бұрыштың жақтарында жатқан, яғни бізде С және В түзулері параллель осы екі түзуге екі жақтың бұрыштық қыры да параллель болады, яғни А түзуі осы С және В түзулеріне де параллель болады. Үшінші қасиет. Егер параллель түзулердің біреуі берілген жазықтықты қиып өтсе, онда екінші түзуде осы жазықтықты қиып өтеді. Біздің суретімізде А және В түзуі М нүктесінде альфа жазықтығын қиып өтеді. Дәл осылай А түзуі де альфа жазықтығын белгілі бір нүктеде қиып өтеді. Түзулердің өзара орналасуының үш нұсқасын үшбұрышты АВС, А1В1, С1 призмасы арқылы көруге болады. Бірінші суретте АВ мен ВС түзулері қиылысады. Екінші суретте В1, С1 мен ВС түзулері параллель болады. Ал үшінші суретте АВ мен В1, С1 түзулері айқас түзулер болады. Айқас түзулердің белгісі. Егер екі түзудің бірі кез келген жазықтықта жатса, ал екіншісі осы жазықтықты бірінші түзуге тиісті емес нүктеде қиып өтсе, онда бұл түзулер айқас болады. Енді осы айқас түзулердің белгісін дәлелдейік. А түзуі альфа жазықтығына тиісті болатындай А түзуін және альфа жазықтығын А түзуіне тиісті емес Д нүктесінде қиып өтетін В түзуін қарастырайық. А және В түзулері бір жазықтықта жатыр деп ұйғарайық. А және В нүктелері А түзуіне тиісті. Онда А және В түзулері жатқан жазықтық А, В және С нүктелері арқылы анықталады. Демек ол альфа жазықтығы болып есептеледі. Бұл теорема шартына қарама-қайшы. Сондықтан А және В түзулері бір жазықтықта жата алмайды. Яғни олар айқас түзулер болады. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуының үш жағдайын қарастырайық. Бірінші жағдай. А түзуі толығымен альфа жазықтығында жатады. Екінші жағдайда А түзуі мен альфа жазықтығының ортақ бір нүктесі болады. Яғни А түзуі мен альфа жазықтығы қиылысады. А түзуі альфа жазықтығын сүйер, доғал және тік бұрыш жасап қиылыса алады. Үшінші жағдай. А түзуі мен альфа жазықтығының ортақ нүктесі болмайды. Яғни А түзуі мен альфа жазықтығы параллель болады. Түзу мен жазықтықтың параллельдігінің белгісі. Мысал келтірейік.
Бөлме есігіне қарсы қабырғаның бөлменің төбе жазықтығымен қиылысатын А түзуі еден жазықтығына параллель болады. Еден жазықтығында А түзуіне параллель түзу бар, ол В түзуі. В түзуі еден мен сол қабырғаның қиылысу түзуі бола алады. Бұдан шығатын қорытынды, егер жазықтықта жатпайтын түзу осы жазықтықтағы түзуге параллель болса, бұл түзу берілген жазықтыққа да параллель болады. Өзара параллель түзу мен жазықтықтың қасиеттерін қарастырайық. Бірінші қасиет. Егер А түзуі тиісті бета жазықтығы альфа жазықтығын қиып өтсе және осы қиылысу түзуі В түзуі болса, онда осы В түзуі бета жазықтығына тиісті А түзуіне де параллель болады. Екінші қасиет. Егер екі параллель түзудің бірі берілген жазықтыққа параллель болса, онда екінші түзу берілген жазықтыққа параллель болады немесе осы жазықтықта жатады. А суретте альфа жазықтығына А түзуі параллель және В түзуі альфа жазықтығына параллель болады. Ал В суретте А түзуі альфа жазықтығына параллель болса, В түзуі альфа жазықтығының өзіне тиесілі болады. Мынадай мысал қарастырайық. Жол бойында биіктігі бірдей әрі бір-біріне параллель екі электр бағанасы тұр. Олардың төбелерінен бір-біріне электр сымы тартылған. Осы электр сымы арқылы өтетін түзу электр бағаналары тұрған жер бөлігінің жазықтығына параллель болатынын дәлелде. Дәлелдеу үшін осы жағдайдың математикалық моделін құрастыру керек. Электр бағаналары АА1 және ВВ1 болсын. Ал электр бағаналары тұрған жер бөлігінің жазықтығын альфа болсын. Екі электр бағанасы бірдей әрі бір-біріне параллель болғандықтан суреттегі АА1 және ВВ1 өзара тең және параллель болады. Демек, АА1 В1 В4 бұрышы параллелограмм болып есептеледі. АА1 В1 В4 бұрышы параллелограмм болғандықтан А1 В1 АВ-ға параллель және А1 В1 альфа жазықтығына тиесілі. Бұдан шығатын қорытынды АВ альфа жазықтығына параллель. Жазықтықтардың өзара орналасуы. Кеңістікте екі жазықтық параллель болуы мүмкін, немесе қиылысуы мүмкін. Беттеспейтін және ортақ нүктелері бар жазықтықтарды қиылысатын жазықтықтар деп атайды. Екі жазықтық қиылысқан жағдайда олардың қиылысуы түзуі болады. Жазықтықтар параллельдігінің белгісі. Егер бір жазықтықта жатқан қиылысатын екі түзу, сәйкесінше екінші жазықтықтағы қиылысатын екі түзуге параллель болса, осы екі жазықтық параллель болады. Альфа жазықтығында М нүктесінде қиылысатын А және Б түзулерін жүргізейік. Ал бета жазықтығында қиылысатын А1 және Б1 түзулерін. А1 түзуі А түзуіне, ал Б1 түзуі Б түзуіне параллель болатындай етіп жүргізейік. Альфа және бета жазықтықтары параллель екендігін дәлелдейік. А түзуі альфа жазықтығында, ал А1 түзуі бета жазықтығында жатыр, және А түзуі А1 түзуіне параллель. Олай болса, түзу мен жазықтықтың параллельдік белгісі бойынша А түзуі бета жазықтығына параллель. Дәл осылайша Б түзуі бета жазықтығындағы Б1 түзуіне параллель. Олай болса, Б түзуі бета жазықтығына параллель. Альфа және бета жазықтықтары параллель емес деп болжайық. Яғни олар белгілі бір түзу бойымен қиылысады. Осы түзуді С деп белгілейік. Альфа жазықтығы бета жазықтығына параллель А түзуі арқылы өтеді, және осы жазықтықпен С түзуінің бойымен қиылысады. Сәйкес А түзуі С түзуіне параллель. Осылайша альфа жазықтығы бета жазықтығына параллель Б түзуі арқылы өтеді, және осы жазықтықпен С түзуінің бойымен қиылысады. Сәйкес Б түзуі С түзуіне параллель. Нәтижесінде бір М нүктесі арқылы С түзуіне параллель екі түзу өтеді. Ал бұлай болуы мүмкін емес. Бұл қарама-қарсылық болып саналады. Ендеше жазықтықтардың қиылысатындығы туралы болжам дұрыс емес. Олай болса, жазықтықтар қиылыспайды, яғни параллель болады. Теорема дәлелденді. Параллель жазықтықтар
жазықтықтар. Бірінші теорема. Өзара параллель альфа және бета жазықтықтарын үшінші гамма жазықтықтары қиған кезде пайда болатын А және В түзулері параллель болады. Екінші теорема. Альфа жазықтығына жатпайтын В нүктесі арқылы осы жазықтыққа тек бір ғана бета жазықтығын жүргізуге болады. Үшінші теорема. Гамма жазықтығы альфа жазықтығына да, бета жазықтығына да параллель болса, онда альфа және бета жазықтықтары өзара параллель болады. Параллель жазықтықтардың қасиеттері. Бірінші қасиет. Екі параллель жазықтық үшінші жазықтықпен қиылысқанда, олардың қиылысу түзулері параллель болады. Екінші қасиет. Параллель жазықтықтармен қиылғанда пайда болатын параллель түзулердің жазықтықтар арасындағы кесінділері тең болады. Яғни альфа жазықтығы мен бета жазықтығын гамма жазықтығы қиған кезде пайда болған АВ және СД кесінділері өзара тең болады. Үшінші қасиет. Параллель жазықтықтар бұрыш сәулелерін пропорционал кесінділерге бөледі. Яғни А бұрыш сәулесін альфа және бета жазықтықтары қиған кезінде пайда болған АВ және АС кесінділерінің қатынасы ВВ1-дің СС1 кесіндісіне қатынасына тең болады. Мысал келтірейік. Өзара параллель үш жазықтық берілген. Айқас L және K түзулері берілген жазықтықтармен сәйкесінше L1, L2, L3 және K1, K2, K3 нүктелерінде қиылысады. L2, L3 15-ке тең, L1, L2-ның K2, K3-ке қатынасы 3-тен 5-ке, ал L1, L2-ның K1, K2-ке қатынасы 7-тен 5-ке тең екені белгілі. K1, K3 кесіндісінің ұзындығын тап. Бұл есепті шығару үшін біз параллель жазықтықтардың қасиеттерін екінші және үшінші қасиеттерін қолданамыз. Есеп шартына сәйкес алдымен сызба саламыз. К түзуіне параллель әрі L3 нүктесі арқылы өтетін Т түзуін сызамыз. Т түзуі альфа және бета жазықтықтармен қиылысу нүктелерін Т1 және Т2 деп белгілейміз. Екінші қасиет бойынша, яғни параллель жазықтықтармен қиылғанда пайда болатын параллель түзулердің жазықтықтар арасындағы кесінділері тең болады. Яғни Т1, Т2-ның кесіндіміз К1, К2-ге тең. Яғни бұл 7х-ке тең. Сонда К2, К3, Т2, L3-ке тең болса, онда ол 3х-ке тең. Үшінші қасиеті бойынша, яғни параллель жазықтықтар бұрыш сәулелерін пропорционал кесінділерге бөледі. Сонда L1, L2 кесіндісінің L2, L3-ке қатынасы Т1, Т2-ның Т2, L3 кесіндісіне қатынасына тең болады. Есеп шарты бойынша, яғни L1, L2 5х-ке тең болса, L2, L3 15-ке тең. Т1, Т2 7х-ке тең болса, Т2, L3 3х-ке тең. Сонда біздің осы есебіміздің мәні 3-тен 7-ге тең. X-ті табатын болсақ, онда X-ті мәні 7-ге тең. К1, К3 кесіндісінің ұзындығын табу үшін К1, К2 кесіндісі мен К2, К3 кесіндісінің қосындысын аламыз. К1, К2 кесіндіміздің ұзындығы 7х-ке тең болса, К2, К3 3х-ке тең. Сонда 7х-ке 3х-ті қоссақ, бізде 10х болады. X-іміздің мәні 7-ге тең. Сондықтан 10-ды 7-ге көбейтіп, 7 істеп жауабын, яғни К1, К3 кесіндісінің ұзындығын табамыз. Мысал, суретте үйдің кескіні және көлбеулік деңгейін анықтауға арналған түзулер берілген. Дұрыс жауаптарды тап. Дұрыс жауаптары L5 және L1 түзулері параллель және L5 және L3 түзулері қиылысады. Суретте үй конструкциясы берілген. Іргелес қабырғалары, төбесі мен қабырғалары және едені мен қабырғалары өзара перпендикуляр. Өзара параллель болатын жазықтықтарды тап. Жауабы: АВС және РМ, АЕФ және KIG, EGH және FAD параллель болатын жазықтықтар.